Сәлем достар, қалдарың қалай? Бүгін бізде 4-ші сабақ ағылшынша жеміс-жидектерді қалай атаймыз деген тақырыпта сабақ өтетін боламыз. Сіздер ең алдымен осы каналды қолдап кету үшін лайк басып, тіркеліп, осы видеоны достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Және достар, өздеріңіздің жақсы көретін жемістеріңізді комментарийге жазып кетуді ұмытпаңыздар. Жалпы жеміс-жидек, яғни фрукты, ал ағылшынша fruits деп оқылады. Жемістерді оқып бастайық. Бірінші суретте бізде жүзім тұр. Жүзім, яғни виноград, оны ағылшынша grape деп оқимыз. Ал көпше түрде grapes. Келесі шие, вишня, черри. Таңқурай, малина, raspberry. Лимон, lemon. Манго, ағылшынша mango. Алма, яблоко, ағылшынша apple. Құлпынай, клубника, strawberry. Қауын, орша, дыня, ағылшынша melon. Кокос жаңғағы, ағылшынша coconut. Ананас, ағылшынша pineapple. Киви жемісі, ағылшынша kiwi fruit. Шабдалы, персик, peach, ағылшынша peach. Мандарин, ағылшынша tangerine. Апельсин, ағылшынша orange. Авокадо, ағылшынша avocado. Өрік, абрикос, ағылшынша apricot. Алмұрт, груша, pear. Анар, яғни гранат, ағылшынша pomegranate. Арбуз, ағылшынша watermelon. Банан, ағылшынша banana. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.